кеттік. Бүгін мен Қуырдақтың кафесіне бірінші рет келіп тұрмын. Келгенде кіргендегі атмосфера бірден қазақи, сондай керемет, сондай бір қонақжай. Есіктерге кіргенде күтіп алып тұрған официанттардың, қыздардың, жігіттердің ең бірінші әсері киген киімдерінен басталды. Қазақтан мақалдарына қарап асын іш деген. Киген киімдерінің өздері өте керемет қазақи. Қуырдақтың көкесі десе действительно Қуырдақтың көкесі екен. Түр-түрі жылқының етінен, қойдың етінен, түйенің етінен, үш түрлі Қуырдақтың дәмі, үшеуінің дәмі, үш түрлі өзінше бір керемет. Қымызының дәмі, балта дейді, қымызы, шұбаты бәрі. Даже бұл жерде ерекшелігі соншалық пісірілген нанның өзі кәдімгі ауылдың қазанжапқа піскен қолдан пісірген наны. Нанының өзі жай базарда сатып алған өзге қазанжапқа емес, нағыз қазақтың табақта пісірген керемет наны. Бауырсағы да пісірілген мынандай чак-чак да, бал қаймақ. Бұл жерде ешқандай, былай айтқан кезде химия, ешқандай магазиннен сатып алған еш нәрсе үстінде жоқ екен. Нағыз Қуырдақтың көкесі десе Қуырдақтың көкесі екен. Енді бүгін бірінші рет келіп отырмын, қалған әсерім өте керемет. Осында достарыңызбен, жанұяларыңызбен, жаңағы өздеріңіздің бірге жұмыс жасайтындарыңызбен, келіп коллегаларыңызбен отырсаңыздар, шыныменен керемет бір демалыс болатынына мен сенімдімін. Бұл жерде жай ғана келіп, жай ғана тамақ ішіп кету емес, бұл жерде кәдімгідей жаңағы айтыс болып, өзіміз сол айтысқа жай ғана біз бір кафеге кіріп тамақ ішу үшін емес, кәдімгідей әдейі арнап, ана мәдениет сарайына кіріп бір айтысқа барғандай әсер алып, даже өзіміз ұмытып қалдық, біз кафеде отырғанымызда керемет бір әсер алдық. Айтысқан ақындарымыздың өздері де жай айтыс ақындар емес, отырған біздің өзіміздің арқамыз қозып, кәдімгідей қалай уақыттың өткенін білмей, осында бір 3 сағат отырып, 3 сағатымыз бір 30 минуттан да өтіп кеткендей болды. Әсерім өте керемет. Қуырдақтың көкесі кафесіне мыңда бір рахмет, ризамын. Келіңіздер, көріңіздер, өздеріңіз 100 рет айтқанша бір рет көр дейді. Келіп өздеріңіз ішіп жеп көрсеңіздер, әсеріңіз осындай болады. Айтатын сөзім жоқ. Балдай бәрі керемет. Ассалаумағалейкум жамағат. Мына бүгінгі кеш өте керемет болды. Қуырдақтың көкесіне келіп отырмын. Менің бұл жерге бірінші рет келуім. Бүгінгі кеш айтыскерлердің айтысымен басталды. Қанымыз қазақ болғаннан кейін қазақилық жанымызға жақын. Менің өзіме әсерім алған кезіндегі бір ауылдың үлкен кішісі жиналып бір киіз үйдің ішінде ауыз біріктіріп ортаға ақындарын шығарып бір айтысқан сондай бір әсерде болдым. Керемет. Бәріміз кеме деген жаңа бір дегенмекші. Бәрінің көңіл сондай, мен өзім сондай бір әсер алды деп ойлаймын. Тағы да айтамын, көрінісі, ішкі интерьер, ішкі көріністері өте ұнады. Керемет. Қуырдағынан, түйе қуырдағынан ауыстыдым. Жылқы қуырдағы, қой қуырдағы, қуырдақ сөз жоқ. Шай дәмді, нағыз талқан шай. Шай ұнады. Бәрі көңілден шықты, ойдағыдай болды. Келіңіздер, осы Қуырдақтың көкесіне. 1000 рет естігенше бір рет көр деген, көріңіздер, келіңіздер.